Сәлем баршаңызға. Үй жағдайында шұжық нанды қалай даярлау керектігімен сіздермен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай нан әлі ыстық. Шұжық нанды негізі ыстықта жесеңіз, дәмі деген керемет болып шығады. Ол үшін бізге керек заттар осындай майлар. Үйде қалып қойған артық майларыңыз болса, тастауға асықпаңыздар. Осылай жинап, морозильникке салып қойсаңыздар, ол қатып тұра береді. Керек кезде алып пайдалансаңыздар болады. Осылайша майдың барлығын турап аламыз. Турап болғаннан кейін оттың астын қатты қылып, қазанға майды саламыз. Сол кезде өйстіп пышырлап дауысы шығатын болады. Арасында қозғап тұрыңыз. Қозғаған кезде ақ майлар қоңыр түсті боялады, яғни қоңыр түсті болып шығады. Осылай көпіршіктер пайда болады, одан қорықпаңыз. Ол бізде жаңағы құйрық майдан бөлініп атқан майлар. Бізге керегі мынау қоңыр түсті шұжықтар. Яғни осы шұжықтардан қазір нан жасайтын боламыз. Осымен біздің шұжықтар дайын болды. Ал мына ыдыстағы бөлінген майлар жаңағы ақ майлардан бөлініп алынған май. Ол өте таза май, оны тамаққа пайдалансаңыздар да болады, немесе самсаның ортасына жақсаңыздар керемет болып шығады. Енді дайын қамырымызды алып, үстіне жаңағы қоңыр түсті шұжықтарымызды саламыз да 180 градуста немесе 200 градуста 20-25 минутта нанымызды пісіріп аламыз. Осымен біздің шұжық нанымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіз. Айкони Фудқа тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Ас болсын!